Ерте ертеде ешкі жініп өртеде хан төре деген батыр болыпты. Ол әлемге танымал, сондай керемет, ғажап жан болыпты. Ал талашты аузына қаратқан жан болыпты. Әлем там саныпты. Өзі сондай мықты болыпты, астында пырақ аты болыпты. Сәйгүлегі сондай керемет екен, 6 айлық жерге 6 күнде жетіпті. Хан төре сондай өнертапқыш болыпты. Жан жақты болып жаһанды жандандырыпты. Өзі ойлап неше түрлі жаңа технологияны тауыпты. Әлем сондай таң қалып хан төренің жаңалығына тамсаныпты. Хан төре үлкен жігіт болып мынау елді сондай көркейтіп, Қазақстан жерін ғаламға танытып, барлығы келіп хан төреден дәріс алыпты. Осындай мықты бала әлемге аузына тамсандырыпты. Сөйтіп хан төре өте күшті ақылды болыпты, саналы болыпты, білімді болыпты, батыр болыпты. Күшті сондай жігіт болыпты. Үлкен болып өсіпті. Керемет білім алыпты. Сөйтіп әдемі қызға үйленіпті. Үйленесің бе? Сөйтіп үйленіпті хан төре деген батыр. Әкесі мен ата-анасы қуаныпты. Ата-әжесі сондай қуаныштан көңілдері марқайып, біздің хан төре кішкентайымыз үлкен жігіт болып, ақылды саналы азамат болып, отбасын құрып жатыр депті. Келіншегі сондай әдемі, сұлу, нәзік, әппақ, талдырмаш келген, керемет, көзі ботадай мөлдіреген, қыпша белі майысқан, сондай қыр мұрыны жарасқан, сондай бір қазақтың әдемі сұлу қызы болыпты. 7 тілді меңгерген, ілімді, білімді қыз болыпты. Сөйтіп хан төренің ұрпағы үлкен, кіші жүздің таманың ұрпағының үлкен бір танымал азаматтары болыпты. Ал бүгінге балам хан төре батыр туралы ертегіміз аяқталды. Ертең хан төре кім болады? Бүгін батыр, ақылды, білімді болды. Ертең кім болады? Человек-паук бола ма? Терминатор бола ма? Ау. Ертең келем ғой, сон қараңғылады ғой, сосын Человек-паук көреміз. Хорошо, көреміз. Ертең Человек-паук көреміз. Жарайды ма? Жақсы. Қайырлы түн балам. Көректен? Жоқ, бүгін уже түн болды. Қайырлы түн.